Қазіргі уақытта отбасындағы ата-ана мен бала арасындағы қарым-қатынас баланың жеке тұлғасының, әсіресе оның мінез-құлқының қалыптасуына әсер ететін негізгі факторлардың бірі екендігі белгілі. Ата-ана мен бала арасындағы қарым-қатынас ерекше және көрнекі түрде, әсіресе бала тәрбиесінде көрінеді. Отбасылық өмірде ата-ана мен баланың қарым-қатынасы үйлесімді, бақытты және шуақты өмірдің бір бөлігі болып саналады. Бала табиғатын тани отырып, сәби болмысын түсіну, дамыту, бағдарлау, алға жетелеу, ұрпағының болашағына алаңдайтын парасатты ата-ананың игілікті әрекеті. Сондықтан ата-аналар назарына баламен қарым-қатынас құрудың кеңесін ұсынамыз. Балаға күнделікті айтылуы тиіс 12 сөз. Мен сені жақсы көремін. Кез келген бала үшін өзін біреудің, әсіресе ата-анасының жақсы көретінін сезіну маңызды. Балаларымның бар үшін бақыттымын. Бала үшін бұл сөзді естігеннен артық бақыт жоқ. Сондықтан осы сөздерді балаңызға жиі айтып отыруды ұмытпаңыз. Мен өзіммен мақтанамын. Баланы әрбір жетістігі үшін мақтап отыру оны шабыттандыра түседі. Кез келген сәтте өзіммен біргемін. Бұл сөздер баланың жастайынан жауапкершілікті сезініп, жетістіктерге жетуіне жағдай жасайды. Сол себептен бұл сөздерді жиі қайталап отырыңыз. Ақылдым сол. Қызым, сені сағындым. Мен өзіммен ақылдасқым келеді. Ботам сол. Келші құшақтайын. Сен осы үйдің ханшайымысың. Саған көмегім қажет пе? Осы сөздерді жиі айту баланы позитивті өмірге жетелейді және құрдастары арасында өзін еркін сезінуге септігін тигізеді. Қорыта келгенде бала бақыт, бала қуаныш. Назарларыңызға рахмет.